Бәріңе сәлем, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде осы 4-ші тоқсандағы ағылшын тілі пәнінен 2-ші БЖБ. БЖБ-ның тақырыбы бізде Clothes and Fashion. Кеттік. Бірінші тапсырма бізде reading. Әдеттегідей оқуға мәтін берілген және мәтіннің астында кесте түрінде тапсырма. Бірінші бағанда бізде сөйлем, сипаттама сөйлем берілген. Ал екінші бағанда біз сол не нәрсені сипаттап тұрғанын, қандай сөзді сипаттап тұрғанын анықтауымыз керек. Мәтіннің аудармасын мен видеоның описаниясында қалдыратын боламын, ал қазір бірден тапсырманы орындауға көшемін. Бірінші сөйлем. Remaining the same in all cases and at all times and changing in form or character. Дұрыс жауабы uniform. Келесі сөйлем. Behaves, looks or sounds like a young girl. Дұрыс жауабы girlish. Үшінші сөйлем. Relaxed and used every day in formal style. Жауабы casual. Келесі сөйлем. A thing serving as a symbol of a particular nation or organization. Жауабы emblem. Келесі сөйлем. A part of something. Жауабы piece. Және келесі соңғы сөйлем. Physically relaxed and free. Жауабы comfortable. БЖБ-ның келесі бөлімі бізде speaking бөлімі. Бұл жерде бізде төменде 6 карта берілген, соның біреуін таңдап, сондағы сұраққа жауап беру керек. Бұл жерде мұғалім ұйымдастырады және қалған тыңдаушылар сізге бағалау критерийлеріне сәйкес баға береді. Бұның барлығы осы speaking-ның тапсырмасында берілген. Қазір 6 карточканы алдарыңызға ұсынамын. Міне, осының біреуін таңдап, қазір сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақ. How much money do you spend on clothes? Have you ever worn clothes from elder brothers or sisters? Қараңыз, ай сайын қанша ақша жұмсайсың дейді, мысалы киімге. Сен үлкен әпкеңнің немесе үлкен ағаларыңның киімін киесің бе дейді. Бұл сұраққа қалай жауап берсек болады? Мысалы, мен білмеймін, ақшаны ата-анам жұмсайды деп жауап берсек болады. Мысалы, I don't know. My parents spent money for my clothes. Немесе мына жерде ағаңның, әпкеңнің киімдерін киесің бе, соны шынымен айтсаңыз болады. Мысалы, кисеңіз егер сіз Yes, I wore my sister's clothes or Yes, I wore my brother's clothes деп айтсақ болады. Жоқ, егер сіз кимейтін болсаңыз No, I don't wear my brother's clothes or I don't wear my sister's clothes деп айтсаңыз болады. Келесі екінші сұрақ. Have you ever bought second-hand clothes? Why or why not? Сен second-hand'тан киім алып көрдің бе? Алған болсаң, неге алдың? Алмаған болсаң, неге алған жоқсың? Бұл жерде де өз тәжірибеңіз бойынша жауап берсеңіз болады. Егер алған болсаңыз, Yes, I've bought second-hand clothes, осындай деп. Немесе алған жоқ болсаңыз, No, I have never bought second-hand clothes. Енді неге деген сұраққа қалай жауап береміз? Мысалы, неге алдық? Сапасы жақсы болғасын алдық деуге болады, иә? Because the quality is very high. Немесе неге алған жоқсыз, неге алмайсыз, соны айтсаңыз болады. Мысалы, маған киілген киімдер ұнамайды десек болады, иә? I don't like second-hand clothes. Келесі үшінші сұрақ. Do you have any tattoos or piercings? What do you think of them? Сенде татуировка немесе пирсингтар бар ма? Ол туралы не ойлайсың? Бұл жерде де жеке өз басыңызға қатысты жауап берсеңіз болады. Егер татуировка пирсингтарыңыз болса, Yes, I have tattoo or I have piercing деп айтсаңыз болады. Жоқ болса, No, I don't have any tattoo or piercing деп жауап берсеңіз болады. Және ол туралы не ойлайтыныңыз. Мысалы, I don't like tattoo or piercing. Немесе, Yes, I like tattoo and piercing. I want to have one of them. Келесі төртінші сұрақ. Бізде What is a traditional dress where you live? Is it comfortable? Do you ever wear it? Сен тұратын жердегі ұлттық киім қандай? Ол ыңғайлы ма? Сен оны киіп көргенсің бе? Осы жерде біз қазақша көйлек туралы айтып өтеміз. Traditional Kazakh dress is a long dress with long sleeve. It is very beautiful. It is very comfortable. And we also wear камзол or кажакай. Егер сіз киіп көрген болсаңыз, Yes, I have worn it деп жауап беріңіз. Егер киіп көрмеген болсаңыз, No, I haven't worn it деп жауап берсеңіз болады.
Келесі 5-ші. In what way does your grandmother or grandfather dress differently from you? Сенің атаң немесе әжең сенен қандай айырмашылықпен киінеді дейді. Бұл жерде біз қалай айтсақ болады, мысалы бізде әжелер көбіне ұзын етек, ұзын жең киеді, сөйтіп айтсақ болады. Мысалы, my grandmother wears long dresses with long sleeves. Сонымен қатар үнемі орамал тағып жүреді деп айтсаңыз болады. She always wears орамал. Және соңғы 6-шы сұрақ, 6-шы карточкада бізде is there a dress code at school or at work? Talk about it. What about going to parties or clubs? Сенің мектебіңде немесе жұмыс орныңда дресс-код бар ма? Сол туралы айтып бер. Және кештерге, клубтарға бару туралы айт дейді. Мысалы, өз мектептеріңді айтасыңдар. Қандай униформа сендерде? Мысалы, қара юбка, ақ блузка, немесе басқа бір нәрсе киесіңдер ме, немесе униформа мүлде жоқ па, соны айтасыздар. Және клубқа, кеште вечеринкаларға баруға қалай қарайсыз, соны өз ойыңызбен айтсаңыз болады. Осымен біздің кезекті талдауымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.